Тимур Балымбетовтың сұхбатын қызыға тамашалап шықтым. Сол жердегі бір инсайтпен сіздермен бөлісе де кеткім келеді. Өйткені қызы бой жетіп, олы ер жете бастаған әрбір атана білуі тиіс ақпарат деп санаймын. Негізі біз секілді ата-аналардың бір қиялымызда баламыздың бір қолдан қалыптастырып алған әлгі бір мен сені ақ бұлттан жасап алғанмын деген секілді бір идеал образы болады екен дағыны. Ал балаларымыз ер жете келе, енді біз ата-ана ойлаймыз, балаларымыз тіл алғыш болады, білімді болады, жетістікке жетеді, әне-міне вундеркинд болып кетеді деген секілді. Балаларымыз ер жете келе сол қиялымыздағы образ бен өмірдегі реалидағы баламыздың арасында бір разрыв, айырмашылық пайда болады екен дағыны. Сөйтіп бейшара ата-ана байғұс стрессовать етіп бастайды екен. Сөйтіп бүкіл агрессиясын баласына шығарып, түзел, өзгер, жөндел, білім ал, кітап ал деген сияқты баласын өмірдегі жөндеп бастайды екен. Негізі өмірдегі баламызды жөндеуден бұрын қиялымызда қолдан қалыптастырып алған миымыздағы баламыздың образын жөндеуіміз керек екен.